Дастарханға бата қайыру міндетпен. Кез келген істі бастамас бұрын бисмиллясын аузына алатын халқымыз ақырын баянды болуына ниет қояды. Атамыз қазақ әу бастан тамақтан болған соң, оны батамен қайыратын әдетінен әлі күнге дейін жаңылған жоқ. Ас қайыру тілек батамен айтылады. Оны қара сөзбен де, өлеңмен де өріп жеткізудің мазмұнында үлкен мән бар. Себебі бұйыртқан несібенің берекесін еселеп, отбасының ұйытқысын келтірудің маңызы да жақсы ниеттен бастау алатынын ұғынған жөн. Жақсы сөз жарымыз демей ме? Дініміз бұл жайында не дейді? Bir хадисте пайғамбарымыз салған алан егерімен сәлем болсын, жанындағы сахабалармен басқа бір сахабаның үйіне барған кезде тамақтанып ішіп болғаннан кейін жанындағы сахабаларға бауырларының сыйын беріңдер дейді. Оның сыйы не деп сұрағанда, ол сендердің сол жеген азықтарына рахмет ретінде айтқан дұғаларын деген еді. Осыдан дастарханға бата беруіміз, үй иесіне дұға оқуымыз дінімізде негізі бар амал екенін аңғарамыз.